Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза дастарханыңызды әдемі қылып ашатын, көрсететін осындай ірімшікті рулет дайындап үйренетін боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Яғни бізде сырный рулет бұл фаршпен болады. Бұл рецепті, дәл осы рецепті сіз заказ ретінде жасап, заказ қабылдасаңыз да болады. Толық мөлшерлерінің барлығын описанияға қалдырамын. Ірімшігімізді ет тартқыштан болмаса үккіштен өткіземіз. Содан соң осының үстіне куркума салып жатырмын. Сізде куркума болмаса бояу пайдалансаңыз болады. Тағамға арналған. Ол сіздің рулетіңіздің түсін әдемі қылып көрсетеді. Сол себепті. Осының үстіне жұмыртқамызды саламыз. 1 ас қасық майонез, 2 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Миксерлесеңіз де болады. Неше дана жұмыртқа кететіні сұйық болып шығу үшін сіздің жұмыртқаңыздың көлеміне де байланысты. Осылай барлығын салмай, араластырып көріп, содан соң жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде қамыр сұйықтау болу керек. Содан соң оны пергамент қағазына құйып аламыз. Сізде пергамент қағазы жабысып қалатындай, сапасы төмен болатын болса, міндетті түрде сұйық май астына жағып жіберіңіз. Алынуы оңай болу үшін. Менде пергамент қағазына жабыспайды. Сол себепті осылай бірден құйып жатырмын. Жақсылап осылай қолымызбен жағып шығамыз. Болмаса жаңағы қасықпен жақсаңыз да болады. Неге осындай болды? Екі осындай пергамент қағазына 2 бөлек бірден теңдей құйып алыңыздар. 180 градуста 10-12 минут пісіреміз. Одан да тез пісуі мүмкін. Пешке де байланысты. Енді ортасына салатын салмамызды дайындаймыз, яғни фаршымызды. Тартылған етіміздің үстіне осындай котлетке қалай нанды дайындайсыз, солай алдын ала суға нанды салып, суын сығып, нанды да осылай ет тартқыштан тартып жібереміз. Бұл сіздің фаршыңызға, яғни етіңізге көлем береді. Және де кішкене суылау қылады фаршыңызды, яғни тартылған етіңізді. Үстіне қара бұрыш және тұз саламыз. Басқа да дәмдеуіштер, сарымсақ қоссаңыз болады. Мен тек осылай ғана жасаймын. Енді осындай фольга қағазына сұйық май астына жағып, қолымызбен бір-тегіс жағып аламыз. Содан соң осының үстіне жаңағы ірімшікті орналастырамыз, рулетіміздің сыртын. Салмасын осылай 2-ге бөліп аламыз. Және ірімшігімізге толық бір-тегіс қылып жағып аламыз. Содан соң осылай үстіне майонез жағамыз. Бұл суылау қылу үшін әдемі дәм береді. Және де әдемі көріну үшін осылай ортасына тәтті бұрыштарды орналастырамыз. Содан соң жақсылап орайтын боламыз. Сіздің ірімшігіңіз жылы күйінде болу керек. Суып қалған болса, ол оралуы қиындау болады, сынғыш болады. Осыған да мұқият мән беріңіздер. Және артқа тарта отырып, тығыздау қылып орайсыздар. Себебі арасы қуыс болып қалмау керек. Жақсылап орап болғаннан кейін фольгаға толығымен жауып ораймыз. Жан-жағын конверт секілді қылып, болмаса конфет секілді қылып, осылай видеодағыдай қылып орап тастайсыз. Және де дәл осының сыртынан тағы да 2-ші қабат фольгаға орайсыз. Біз осындай, яғни суға буға пісіреміз. Сол себепті ішінен су кіріп кетуі мүмкін. Осындай пешіңіздің табасына осылай су құйып, рулеттеріңізді орналастырасыз. 2 рулетті бірден салып, 50 минут пісіретін боламыз. Қызып тұрған пеште. Арасында қарап тұрасыздар. Суы таусылған жағдайда кішкене су құйып тұрасыздар. Толық 50 минут өткеннен кейін сыртқа шығарып, суытасыздар. Және де суығаннан кейін, салқын болғаннан кейін барып, тоңазытқышқа саласыздар. Морозильникке, яғни мұздатқышқа салуға болмайды. Себебі қаттылау болып тура алмайды, үгітіліп қалу мүмкін. Сол себепті тек қана тоңазытқышқа саласыздар. Мінекей бізде рулет дайын болды, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Дәл осы рецептпен сіз заказ қабылдасаңыз да болады, өте керемет болып шығады.
Енді өте ыңғайлы рецепт десем болады. Сіз 300 грамм фаршпен, яғни тартылған етпен 2 рулет жасап тұрсыз. Бұл өте ыңғайлы. Көп қонағыңызды да жайғай аласыз. Өте керемет, дәмді, әдемі болып шығады. Ас болсын. Сіздермен Фариза менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен Фариза, ас болсын.